Енді пижамамыздың иығын тігіп алатын боламыз. Біріктіріп, осылай екі иығын инеменен булавкалеп аламыз. Одан кейін бір тігіспен тігіп шығамыз. Оверлокпен тігіп аламыз. Одан кейін, егер оверлок жоқ болса, зигзаг тігісімен тіксеңіздер болады. Ең бірінші тігіп бастаған кезімізде екі жібімізді ұстап тұрамыз. Одан кейін закрепка беруді ұмытпаймыз басында. Осылай бір тігіспен тігіп, соңында дағы закрепка береміз. Бұл жаңағы тігісіміздің сүтіліп кетпеу үшін бізге өте маңызды. Екінші иығымызды тігіп аламыз осылай. Закрепка береміз соңында. Енді осы иығымызды оверлоктап аламыз. Оверлокқа салып аламыз. Мен оверлокқа салып алдым. Егер сіздер оверлок жоқ болса, зигзаг тігісімен тігіп алсаңыздар болады. Енді иығымызды біріктіреміз. Жеңімізді иығымына жаңағы лекалдағы белгілеп, сол бойынша инемен булавкалеп шықсаңыздар болады. Мен бірінші басын кішкене бір тігіспенен жүріп алдым. Бірмеге жүріп алдым. Сондықтан сіздерде осылай булавкалеп алсаңыздар болады. Жаңағыдай көрсеткен жерімде бір тігіспен жүріп алдым. Бірмеге. Енді екіншісін көрсетемін, қалай жиналатынын. Басынан бастаймыз. Жеңіміздің ойылған жерін алдыңғы бойына қаратамыз. Осылай ортасын тауып аламыз. Шетінен бастап булавкалеп аламыз. Осылай шетінен бастап жайлап булавкалеп келеміз. Ортасына келген кезде жаңағы бірмеге жинаған тігісімізге келіп тоқтаймыз. Сол жерін қалдырып кетіп, тігісіміздің екінші жағынан булавкалеп жинап шығамыз. Яғни бірмеге тіккен тігісімізге дейін булавкалеп келеміз. Одан кейін астындағы матаға келтіріп бірме жинаймыз. Сол кезде біздің жеңіміз өте әдемі шығады. Осылай жинап аламыз. Булавкалеп аламыз. Енді бір тігіспен тігіп шығамыз бәрін. Осылай тігіп отырған кезімізде инемізді алып отыруды ұмытпаймыз. Алдыға артыға бір жүріп аламыз. Бастаған кезімізде тігіп, соңында закрепка беріп аламыз. Тігіп болғаннан кейін оверлокқа бір жүріп алсақ болады. Менде оверлок болғандықтан оверлок машинасымен тігіп алдым. Осылай бір тігіспен тігіп аламыз бірінші. Екі иығында біріктіріп тігіп аламыз. Екі жеңімізді де. Осылай болады. Жақсылап үтіктеуді ұмытпаймыз. Әр тіккен сайын үтіктеп отырамыз. Оверлок машинасына бір салып алдым. Енді жақсылап бәрін үтіктеп аламыз. Уақыт өтпеу үшін мен оған көрсеткен жоқпын. Сондықтан бірінші үтік басып аламыз. Енді екі жағын шетін булавкалеп аламыз. Тікпей тұрып, кешірім сұраймын, кішкене тамағым ауырып тұрғандықтан осылай булавкалеп аламыз екі жағында. Осылай булавкалеп алдық. Енді бір тігіспен тігіп шығамыз. Зигзаг машинасымен тігіп аламыз. Бір тігіспен тігіп болғаннан кейін осылай бастаған кезімізде закрепка береміз. Инемізді алып отырамыз әр тігіп бастаған кезімізде. Оверлок машинасына салып алдым мен. Одан кейін жақсылап пар үтікпенен жақсылап басамыз. Сол кезде өзіне келеді.
50% үтік басқанымызға байланысты тіккен тігісіміздің, киіміміздің. Міне етек жағын осылай оверлокқа салып аламыз. Оны да көрсеткен жерімізді. Енді манжетімізді саламыз. Бірінші осылай иықтарын біріктіріп тігіп аламыз. Манжетіміздің булавкілеп аламыз. Жақсылап булавкілеп алғаннан кейін барып бір тігіспен тігіп аламыз. Содан кейін барып оверлок машинасына салып аламыз. Екі шетін көрсеткен жерімді оверлок машинасымен жүріп өтеміз. Шеттерін иығын тігіп жатырмын. Закрепка берем. Басында и соңында екі иығында осылай тігіп аламын. Одан кейін оверлок машинасымен тігіп аламыз. Сіздер зигзагқа салып тігіп алсаңыз болады, зигзаг тігісімен. Тігіп алдым. Екі жағында оверлок машинасына салып, енді етегінде тігіп алдым. Енді жағасын тігетін боламыз. Менде кант болмағандықтан мен осындай матаны қолдандым. Сіздер канттан қолдансаңыздар болады. Тек қана сіздерге тігілу жолын көрсеттім. Қай жерде кант қолданамыз. Сондықтан осы матаны қолданым. Осылай инеменен булавкілеп аламыз. Кейін тігіп шығамыз. Енді екіншісінде осылай, дәл солай булавкілеп бастаған кезімізде тігісімізді и соңында закрепка беруді ұмытпаймыз. Жақсылап булавкілеп аламыз барлығын. И жақсылап үтік басамыз. Тігіп болғаннан кейін. Енді дайын болды. Енді жақсылап үтік басып аударамыз. Аударып булавкілеп тағы бір тігіспен жүріп өтеміз астыңғы жағын. Жақсылап үтік басып аламыз. Сол кезде әдемі жататын болады кантымыз біздің. Осылай булавкілеп бір тігіспен тігіп шығамыз. Булавканың орнын. Тігіп алдым. Енді киіміміздің жағасының ортасын тауып артқы бойын қайшымен белгілеп алып, жағамызды орналастырамыз. Яғни инеменен, булавкаменен тігетін орнымызды булавкілеп шығамыз. Дәл осылай енді тігіп аламыз. Бір тігіспен. Кантымызды да осылай қойып, бәрін булавкілеп шықтым. Екі жағында дәл осылай булавкілеп алып, бір ұшын көрсеткен жерінен бастап тігеміз.
тігіп болдық. Мінекей кантын бәрін орналастырып, жақсылап үтік басып аламыз. Артық нелерін қиып тастаймыз, маталарын. Осындай болады аударған кезімізде. Енді манжетімізді орналастырамыз. Астындағы осылай булавкілеп шықты. Мен бәрін общий айналдырып, бұл жері түспей қалыпты. Барлығын осылай тігіп шығамыз айналдырып. Тігіп болды. Енді артқы бой аударамыз бәрін осылай. Жақсылап үтік басуды ұмытпаймыз тігіп болғаннан кейін. Содан кейін артқы бойындағы манжетін, аптачкасын осылай түйреп, бір тігіспен тігіп шығамыз. Тек артын тігіп аламыз. Енді етек жағын артық матаны қиып алып, осы жерін тігеміз, көрсеткен жерін. Екі жағын осылай тігіп аламыз. Екінші жағын да тігіп аламыз. Бұл етегіміз. Тігіп алдық. Енді осылай бұрыштарын қиып алып тастаймыз. Аударған кез әдемі жатады. Енді етегін тігіп аламыз. Бірінші тікпей тұрып үтік басып алсаңыздар болады орнын. Мен бірден тіге берем. Дайын болды. Енді тек қана ілгегін салу қалды. Ілек алды ілгектің орындары бар, соны белгілеп тігіп шығамыз.